Selam aleykum dostlar. Hayırlı günler arkadaşlar. Keyfin nasıl Feride? Keyfim pek yaxşı. Ya sen ne için soraysın? Çünkü ben bugün keyif aktalaf etmeyi isteyim. Demek sen bugün mevzumuzni birden aytmağa istedin. Gel bugün gösterecek şeylerimiz sır kalsın ama mevzumuzni aytayık. Yaxşı, razım. Men bilesem kış günlerde pek faydalı olacak keyif aktalaf etmege. Öyle olsa levhamızdan son men sana mevzumuz boyunca faktlarını aytmağa hazırım. Плохое настроение — это значит, что грустно, например, и никогда не смеется. А хорошее настроение? Это когда все время веселый. Хорошее — это когда ты добрый. Плохое — это когда ты злой. Хорошее настроение — это когда очень весело. А плохое — это когда немножко грустно. Плохое — это когда никто не играет, никто не хочет спать, никто не хочет есть. Вот это все плохое настроение. А хорошее? А хорошее — это все хотят играть, хотят купаться, хотят есть, хотят спать. Когда у меня хорошее настроение, я делаю снежинку. А когда у меня плохое настроение, мне не хочется ничего. Хорошее настроение — это когда он смеется и улыбается. А плохое — это когда злится. Хорошее настроение — это когда человек чем-то доволен или у него день рождения, ему подарили подарок. А плохое настроение — это человек чем-то недоволен или его чем-то обидел. Хорошее настроение — это когда у тебя веселое настроение. А плохое — это когда тебе что-то не нравится, и ты грустно. Плохое настроение — это грустно. Ничего не делаешь, ты смотришь грустную погоду. А хорошее настроение — это ты веселый, смотришь красивую погоду. Когда у меня хорошее настроение, я играюсь, веселюсь, а когда у меня плохое настроение, я сплю. Когда у меня хорошее настроение, я играюсь, когда у меня плохое настроение, я сижу на диване. Хорошее и плохое — это признаки. Когда ты не хочешь играть, то это грустно, а когда ты играешь там всякие игры, то это хорошее настроение. Хорошее настроение — это когда улыбаются. Плохое настроение — когда это человеку грустно. Элина, sen keyif haqda nasıldır meraklı faktlarını aytmağa istedin? Feride, sen bilедin, keyfinin 70'ten ziyade çeşidi var eken. O kadar çok çeşit olganını bilmeydim. Sen kaç çeşit var dep düşüneydin? 5-10 nedir bileydim. Gerçekten de esas çeşidi 10'a kadar eken. Lakin incelense o kadar çok çıkması mümkün. Endi anladım. Şimdi ise keliniz nefbeteki levhamızını seyredeyik. Темпераментның 4 esas çeşidi бар. Сангвиник, флегматик, холерик ve меланхолик. Келіңіз оларның чизгілеріні Винни-Пух мультфильмнің қараманлары мисалінде белгілейік. Темпераментның бірінші чешіті бұл сангвиник. Мультфильмде бұл Винни-Пух. Шең, фаал, башқаларның қолайлықнен сүбетке қошылған қараман. О әршенен мераклана, чешіт алларға бірден алыша. Яңы ішлеріні проблемсіз башлай, ама диққатыны қолайлықнен дедіштіре. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Невбетте холерик. Мультфильмде бұл пятачок. Холериклер парлақ табиатлылар. Бойле балалар өзлеріні фуртуна кыбы алып баралар. Олар пек актив, қабырдавық, базын көтек севкен балачықлар олмалары мүмкін.
Холериклер чешет ишке башламалары мүмкін, ама соңына қадар битермей білелер. Чүнки пек сабырсызлар. Холериклерні дайым мақтамақ керек. Олар диққат мерkezінде олмаға севелер. Тез ве қычырып лақырды етелер. Өз яждашлары арасында есе вақыт лидер олалар. Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шуму? Флегматик. Винни-Пух мультфильмде бұл байқуш. Флегматиклер сакин, ашықмаған ве түшінжелі олалар. Оларның диққатыны бір шейден чекмек үшін балабан бір әрекет керек ола. Флегматиклер пек сирек ачувланалар, чүнки оларның сабырлары балабан. Бу инсанларның достлары чоқ олмаса біле, яқынларына олар пек садықлар. Флегматикның ең севмеген шейі бұ чешет ве сық кечкенден ішмелердір. Меланхолик ise бұ ішічігі. Меланхоликлер пек назик ве тез даралған олалар. Бөле балачықлар қорқмаға ве ағламаға севелер. Олар утанчақ, лав көтермеген ве чоқысы вақыт пессимист табиатта олалар. Меланхолик мераметлі ве дойғулар дүниясында яшаған бір инсандыр. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод? Алимлер Зимоневе адамда әніметлі кейп чешетіні тапқанлар. Керчектен мы, Элина, сен мені бүгін шашыртқан малюмат айтасың. Керчектен бөйле бір чешет бар ве оны иш кейфі деп айталар. Пек мерақлы, мен белесем бұл керчектен де пек ереклі кейф чешетідір. Мен бұл ақта мүлімақ тоқуғанда иш кейфі мұйым бір шей олғаныны анладым. Я иш кейфінің насыл құсусиетлері бар екен. Кел бұл ақта мен сына даими рубрикамыздан сон айтарым. Merhaba dostlar, siz nasıl düşünüyorsunuz? Men şunu sıçacı hakkında etmeyi isteyim. Yok, bu hayvancıkны şunçıla değildir. Olar hakkında birkaç meraklı fakt. Шыншыла юваш olğanında bakmadan pek yüksek sekirmege bile eken. Ondan da başka şınşıla yuklaganda bir çetin üstünde ya da yel kanat gibi başa aşağıda yuklar eken. Aşağında ise bu hayvancıklar tamam sansarcıklar gibi oturup aşağı eken. En esası ise şınşıla bir özü yaşamağa sevmeyken. Onun için onun yanında dost olmak gerekirken. Элина, мен anladım, iş keyfi için çalışmağa istemek gerek. Doğru, istek peyda olması için neler gerek? Bilmeyim, şimdi айтмаға olamam. Öyle olsa men sana aytarım, birinciden aktif olmalı. Son ise tendüristlik gerek. Doğru, tendürist olmağa için ise neler gerek? Bunu men bilem, beden terbiyesini yapmak gerek. Şimdi ise nevbette levhamızını bakmağa gerek. Selam aleyküm, eferde haberçikler rubrikası. Stüdyada men Elmas ve kardeşim Ayşe çalışamız. Yakınlarda Hıtay'da inanılmaz bir hadise yüz verdi. Anda timsah suda çöktü. 100 kiloluk timsah pek utançak olğanı için
сувдан чықмаға қорхан. Оның үшін қавызны түбіне кечіп сақланған ве башқа андан чыға алмаған. Африкада есе алимлер Энхар терекнің яшыны білгілегендер. Беле олғаны киби Хадими терек Зимбабве девлетінде осе. У баобаб. Оны yüksекілігі 25 метрінің тешікіл әте екен. Әр елі бұ терекні 100 бинлерже адам зиярет әте екен. Әнді есе оны популярлығы да арты, чүнки терекнің яшы 1000 жылдан сияды екен. Бүгінге бұл хаберлерінің эпісі. Келечек янларымызны қачырмаңыз. Фериде, сені шеткен едіңі базада кедерлі олмаға пек файдалы. Эбет, мен бұақта оқыған едім, ләкин кедерлі кейфні чоқ сүрмемек керек. Доғры, егер адам өзіні чоқ вақыт кедерлі дойса, о буалда қала екен. Сон есе адам өзіні дайыма кедерлі дуя екен. Кедерлі алдан чықмақ үшін есе, өзел анларны қатырламақ керек. Менің анларным есе ақылымда. Аферін сана, Фериде. Біздің қатырларымыз есе балдан тұтлытырым рубрикасы. Бақамыз! Тетіслене әр бір яқсуы қарта күл күндер. Бұзыла башай таш топырақ қара қышының өгінде. Элина, әр бір кейфлер арасында мен жан сықысы севмейім. Я сен? Эбе, жан сықысы бұл пек ярамай дойғу. Мен де оны ичті бегенмем. Жан сықылма кейфі пек ярамай нәтижелерге алып бара екен. Оның үшін адам әр вақыт актив олып, оны мерақландырacak иш тапмалы. Мен білесем, бөле ішні тапмаға шымдық пек еңгіл, ама бұна телефон ойынлары мания ола білелер. Фериде, білесімі, бұл айры ве балабан бір мевзу. Кел бұл мевзуны айры субетке қалдырайық. Мен білесем, бұл пек яқшы тәклеп. Шымдық есе келіні слух ачығымызны сейретейік. Селям алейкум, менің күчік қардашларым. Луғачық рубрикасында сізлеріні кенеді селямлайым ве бүгін де біз сізлерінен яңы Қырым татар ибарелеріні огренежеміз. Бүгін мен сізге инсанларының мұнасибетлері ақында аталар сөзлеріні огреннеге теклif етем. Келіңіз башлайық. Евің тар олса да, көңлің бол олсын. Чем богаты, тем и рады. Мусафир аз отырыр, чоқ көрер. Гость немного гостит, да много видит. Мусафирның үстіне бақып қаршыла, сөзіне бақып озғар. Встречай по одежке, а провожай по уму. Муабет аят узын өмір. В мире жить, с миром жить. Мен оңа мангал тақтасы дейм, о маңа байрам автасы дей. Я про Ивана, а он про болвана. Менім көргенімні душманым көрмесін, и врагу не пожелаешь. Сев сен атнен юрмеге, сев оны беслемеге. Любишь кататься, люби саночки возить. Селямына көре келямы. Какой привет, такой ответ. Küçük dostlarım, unutmayın, etrafımızdaki insanlarga biz sabırlı olup, onlarını hürmet etmege kerekmiz. O zaman bir-birimizden dostane muhitте yaşayacağımız. Şimdilik ise sizlerle sağlıklaşam. Luğaçık rubrikamızdan ayrılmanız ve ana tilimizni güzel biliniz. Görüşkence. Фериде, ең güzel keyif қуанчтыр. Сен менен разысың мы? Эбет, бұл кейф есе бізге севге, бақ дұғыларыны бағышлай. Музыкбет кейф есе сағлыққа пек файдалы. Базыда кейфлерден сақланмаға чаре олмай, оның үшін оларны тез-тез кечіріп, қуанмаға білмек керек. Оның үшін достар, біз сізге яқшы кейф тілейміз. Келечек эфирлерде Көрішкенше!